Қайырлы күн қыздар. Бүгін осындай пирог жасаймыз. Өте осындай керемет әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Мінекей өте әдемі пирог. Сникерс пирогы. Дәмі де, иісі де тура сникерс болып шығады. Өте керемет рецепт. Қалай жасалуын көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгін біз сіздермен сникерс пирогын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қант, какао, разрыхлитель, қопсытқыш, ерітілген сармай, ұн және де жұмыртқа керек болады. Ең алдымен біз жұмыртқаны бір ыдысқа салып, оған ерітілген сармайымызды құйып, және оның үстінен қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді қыздар, сұйық массамызды бір шетке қоя тұрып, какао, разрыхлитель, қопсытқыш және ұнды жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді дайындап қойған массамызға барлығын салып, алатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Жұмсақ қамыр жасайтын боламыз осы сұйық массамыздан. Мінекей қыздар, бізде осындай қамыр шықты. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шықты. Бұл қамырды осы күйінде табамызға, формамызға жасап, пирогымызды пісіре берсек болады. Енді дайын қамырымызды екі бөлікке бөліп, формамызға жақсылап жайып шығамыз. Кез келген размердегі, өлшемдегі форманы қолдансаңыздар да бола береді. Өзіңізде бар формамен қолдана берсеңіз болады. Менде осындай форма, осы формамен пісіргім келді. Осымен жасап жатырмын. Сіздер кез келген формамен пісіре бересіздер. Осылай жақсылап тегістеп жайып аламыз. Мінекей қыздар, менің қамырым дайын. Жақсылап формаға жайғастырып алдым. Енді бұны әзірге тоңазытқышқа сала тұрамыз. Біз салмасын дайындайтын боламыз. Енді біз начинкасын жасайтын боламыз. Ішіндегі салмасын бізге вареная сгущенка керек. Бұған жаңғағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің вареная сгущенкамыздың қою болғаны дұрыс, өйткені піскеннен кейін ағып кетпеуі үшін. Жақсылап бір келкі етіп араластырамыз. Достар, менің каналыма жазылып, лайк қойып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Әледе өте көп рецептер болады. Алдағы уақытта менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей біз жақсылап араластырып алдық. Енді тоңазытқышқа салған қамырымызды алып, начинкасын салатын боламыз. Формамызды шығардық.
вареный сгущенкамызды формамызға жақсылап салып тегістейтін боламыз. Жақсылап начинкамызды, салмамызды жақсылап салып алдық. Енді пирогымызды 180 градуста алдын ала қызып дайын тұрған печкамызға салып 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің пирогымыз пісіп шықты. Мен бұл пирогты бір түнге тоңазытқышқа қалдырдым. Енді алып жатырмын. Қазір біз бұған бетіне глазюр дайындаймыз. Бұны қазірше қайтадан тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Еріп тұрған сағмайға 50 грамм сағмайға 90 грамм шоколадымызды салып алдық. Қазір бұны водяной ваннада ерітетін боламыз. Сіздер қаласаңыздар микроволновкада ерітсеңіз де болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз. Мінекей, біз водяной ваннада ертіп алдық сармай мен шоколадымызды. Енді бұған майдалап аламыз алдын ала арахисті. Жаңғағымызды енді өзімізге керек мөлшерде салатын боламыз. Мен көбірек болғанын қаладым арахистің ішінде, глазурдың ішінде, сол үшін көбірек салуға тырысып жатырмын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. 20 грамм, 40 грамм жаңғақ жеткілікті негізі. Ал менде бұл жерде одан мөлшері көп. Өйткені жаңғағы көп болғанын жақсы көремін, соған көбірек салып жатырмын. Енді дайын глазурымызды бір жерге қоя тұрамыз. Тоңазытқыштағы пирогымызды алып, бетіне құятын боламыз. Мінекей, глазурымызды пирогымыздың бетіне әдемілеп құйып шығамыз. Мінекей, әдемілеп бетіне жайып алатын боламыз. Пирогымыз дайын. Енді бұны бетіндегі шоколады қатқанға дейін 15-20 минут тоңазытқышқа салып аламыз. Мінекей қыздар, біздің пирогымыз дайын. Тоңазытқыштан алдық. Өте керемет болып шықты. Кәдімгі сникерстің иісі, сникерстің дәмі өте керемет. Сіздерге қазір кесіп көрсетіп жатырмын. Кескенде де өте оңай кесіледі және өте әдемі. Дәмі де өте тәтті. Тура сникерс секілді. Видео ұнаса арнама тіркеліп, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Мен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Ақнұр Асанбай. Әлі алда өте көп рецептер болады. Мені жоғалтып алмау үшін арнама тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар.